отыра қояйық. Сабақты бастамас бұрын бәріміз түгеліміз ба? Түгелге жіберейік. Түгеліміз бастағызды? Түгеліміз да? Барлығымыз. Жарайды, жақсы. Балалар, сабағымызды бастамас бұрын біз топқа бөлініп алуымыз керек, екі топқа. Ол үшін флиппити платформасын пайдаланамыз. Осылай екі топқа бөлініп отыра қояйық. Бірінші топ, екінші топ. Бірінші топ Ирасыл, Танат, Арайлым, Танайыз, Аясыл. Екінші топ Меруерт, Айсек, Ясир, Аруна. Әр топтың топ басшысы болу керек. Мұндай бағалау парағын беремін сіздерге. Әр топ басшы әр кезең сайын бағалап отырады, жарайды ма? Аттарын жазасыздар және балдарын жазасыздар. Балды шкаламен жазасыздар. Балалар топқа бөлініп алды. Енді бүгінгі жаңа сабағымызды бастайық. Бүгінгі сабағымыз мақсаты білім шыңына немесе тау шыңына шығу болып табылады. Бірінші үй тапсырмасы, бірінші кезең жаңа сабақ, тапсырмалар, бағалау және ең соңында кім білім шыңына шыққанын көреміз. Кезең үй тапсырмасына келетін болса, үй тапсырмасы қайталау сұрақтары болады. Екінші 90 бойынша. Компьютерлік графика деген сұраққа жауап беретін оқушы Арайлым жауап береді. Растрлық және вектор кескіндіден тұрады. Тақырыбы робот түрлері және оларды қолдану. Сабағымыздың мақсаты робот анықтамасын тұжырымдау, роботтың түрлерінің үлгілері және оларды қолдану салаларына мысалдар келтіру. Жарайды, кітабымызды ашамыз, дәптерімізді ашамыз, бүгінгі күннің жадын жазамыз. Назар саламыз. Дұрыстап, тыңдап, мұқият, керек жерін дәптерге түртіп аламыз. Не істеп отырсың? Мынау робот қалсайды ғой. Үйіміздің түкпір-түкпірінен келген дарынды робот құрастырушылар болады. Тамаша, сонда қандай робот құрастырып отырсың? Ол қандай қызмет істейді? Мен құрастырып отырған робот тұрмыстық қалдықтарды, яғни қоқысты қажетті жәшіктерге бөліп сұрыптайды. Мен роботтардың бұндай қызмет атқаратынын білмеппін. Роботтарды басқа қандай салаларда денсаулық сақтау, өндіріс салаларында, тұрмыста және ойын-сауық мақсаттарында көп қолданылады. Тіпті біз үнемі көмек сұрайтын зиятты роботқа жатады. Өте қызық екен. Иә, рас пен зият ең ақылды роботтың бірі. Ал робот сөзі қандай мағынаны білдіреді? Чех тілінен аударғанда жұмысқа шебер адам деген мағынаны білдіреді екен. Қызықты мәліметтермен бөліскенің үшін рахмет. Жас роботшылар сайысында жеңіске жетуіңе тілектеспін. Алла, жеңісің құтты болсын. Сенің жасаған роботың ең үздік болатынын білдім. Рахмет, Дана. Менің ойымша, сайысқа қатысушылардың барлығының роботтары үздік болуға лайық. Басқа қандай роботтар болды? Үй тазалайтын шаңсытқыш робот, шахмат ойнай алатын робот, математикалық формулаларды жатқа білетін робот, тағы басқа ақылды роботтар көп болды. Керемет. Роботты өздеріңіз жасап, оны неше түрлі сайыстарға апаруымызға болады, иә? Жақсы онда балалар. Бүгінгі біздің сабағымыздың бірінші тапсырмасы топтық жұмыс, ойлан, жұптас, бөліс әдісі. Мақсаты робот ұғымы туралы, роботтың түрлері, роботты қолдану салаларына мысалдар келтіру. 3 минут оқисыздар, 2 минут түсіндіресіздер жан-жақтарыңызға. Яғни түсіресіздер. 2 минут ортаға шығып түсіндіресіздер мына жерге. Бірінші топқа, мына бірінші топқа 62-63 беттер, екінші топқа 64-65 беттер. Дискриптормен жұмыс жасаймыз балалар. Міне балалар қараңыздар. Мындай нелер берем, осы А3 қағазға толтырып шығамыз. Сіздерге роботтың түрлері, сіздерге робот.
баштарын жазып шыққансыздар, иә? Бірақ мысалдар келтірмегенсіздер. Мысалы, үй жинайтын роботқа қандай робот? Робот пылесос, ар жағында суретте тұр, иә? Робот пылесос. Табасыздар. Хирургиялық оталарда, ауыр оталарда пайдаланылатын роботтар. Әскери роботтарға роботтан және атомный мысалы обычный робот мұғалім ол дейтін бәрі пәндерді білетін робот. Робот мұғалім, иә? Мұғалімнің орнында болады, бірақ ол оқушылардың сезімін білмейді. Жақсы, жарайды. 3 шапалақ, бірінші шапалақ. Робот. Басқа робот 1927 жылы Нью-Йоркте арнап құрастырды. Әскери робот әдетте қашықтықтан басқарылады. Bir vaqtda belgil 3 шартқа сәйкес әрекеттерді орындайды. Кез келген механизмді робот деп атайды. Механикалық робот Медициналық робот. Медициналық робот хирургиялық ота жасауға көмектеседі. Жақсы, сіздер балалар, роботтың анықтамасын жазбағансыздар мына жерде. Роботтың анықтамасы қандай? Адамның еңбегін жеңілдететін автоматты құрылғы, иә? Робот қай жылы шыққан жазғысыздар? Қандай мағына білдіреді робот? Чех тілінен аударғанда. Мағына білдіре ме? Еңбек? Еңбек ету. Ал қазақ тілінен аударғанда, қазақ тілінен құл темір деген мағынаны білдіреді. Жақсы, 3 шапалақ. Кім жылдам әдісі мақсатына беремін қазір А4 форматы. Кестедегі бос орындарды жылдан кім бірінші толтырып шығар? Жұптық жұмысқа теплоформасын пайдаланамыз. Ерасыл мен Меруерт, Танат пен Айсел, Арайлы мен Ясир, Танаис пен Аруна, Аясыл мен Арсен. Шаршайды, ұйықтайды. Робот Тамақтанбайды, демалмайды, ұйықтамайды, шаршамайды. Дұрыс па? Келесі ең соңғы тапсырма ол жеке жұмыс болып табылады, яғни компьютерде жұмыс жасаймыз. Жаңа тақырыпты бекіту сұрақтары болады. Ол үшін біз Kahoot платформасын пайдаланамыз. Барлығымыз компьютерге отыра қояйық. Пин-кодты барлығымыз ноутбукқа енгіземіз. 890-509. Тақырыбы бойынша алғаш рет робот сөзін кімдер енгізген? Карл және Йозеф Чаппеттер, Билл Гейтс, Айзек Азимов, Блэйз Паскаль. Қайсысы деп ойлайсыздар? Кезеңге келдік. Әр топтан топ басшылары топ бойынша бағалап шығамыз оқушылар. Топ басшысы Арсен тұра ғой. Тобыңызды қалай бағалайсыз? Ясир 9 балл, Арсен 8 балл, Аруна 8 балл, Айсел 9 балл, Меруерт 8 балл. Тобыңыз бүгін қалай сабаққа қатысты? Керемет. Жақсы болды ма? Иә. Жақсы, отыра қойыңыз. Басшысы Танаис. Айс 10 балл, Танат 10 балл, Арайлы 9 балл, Ерасыл 9 балл. Жақсы, тобыңыз қалай болды? Ұнатынан сабаққа қатысулары? Жақсы, отыра қойыңыз. Сабағымызға бүгінгі өткен кері байланыс беріп жіберу. Компьютерге отырамыз, барлығымыз. Көреміз. Ода үшіне берілген еттапқыш, чемодан және себет. Яғни чемодан керегіне жарайды, еттапқыш үйлілері көп, себет мүлде қажет емес. Осы үшеуін біреуін басасыздар да отправить дегенді басасыздар.
Жақсы жарайды. Білім шыңына жетті, және көрейік, білім шыңына кім жеткенін. Жарайсыздар, барлығымыз 5-ші сыныптың оқушылары, барлығымыз білім шыңына жеткен екенбіз. Үй тапсырмасы 69-шы беттегі үй тапсырмасы деген бөлімді орындаймыз үйде. Бүгінгі сабақ ұнады ма? Иә. Жақсы, онда сау болыңыздар.